Сұлу төбе туған жер топырағын Мұстафаны Арождан ерлік еш нәрседе ұмытылмақ емес. Жер үшін, ел үшін соғыста қаза тапса, шахид деп те жатамыз. Жаны мәңгі жұмақтық деген сөз. Ал сол шахид болып қаза тапқандардың арқасында дүнияуи пайда көретін сайқал саясаттың бейпіл ұғымы ше? Жә, оны қоя тұралық. Тек жаныңа медеу болатыны, ел бірлікте болып, ынтымақтастықпенен сол сөзіменен ісі өлмейтін ақиқат жолымен ел және жер амандығы үшін құрбан болған боздақтарды еске алып, мәңгі ескерткіш болатындай дүние жасауы. Бүгін Сұлутөбе ауылдық округі Мұстафа Шоқай ауылында ауған соғысында ерлікпен қаза тапқан батыр ұл Мақсұтбек Тоқмағамбетов атындағы саябақтың ашылу салтанаты өтті. Салтанатты жиынды Шиелі ауданы әкімінің орынбасары Алмасбек Есмаханов ашты. Биылғы жылы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында Шиелі ауданы бойынша осындай ер есімі ел есінде қалған ағаларымыздың атын өскелең ұрпақтың жадында мәңгі ұзақ сақтау мақсатында бірқатар шараларды жүргізіп жатырмыз. Бүгін міне өзінің есіл жас өмірін ел үшін, отан үшін қорғап, артында өшпес із қалдырған ағамыз Тоқмағамбет Мақсұт Жаһаншауылының құрметіне арналған ауған соғыс ардагерлерінің аллеясының ашылуына жиналып жатырмыз. Биылғы жылы қанды да қасіретті қаншама адамның жүрегіне сызат із қалдырған СССР-ның кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 32 жыл болып жатыр. Бүгін Мақсұт ағамыздың құрметіне арналған аллеяның ашылуына көптеген облыстан, ауданнан қонақтар қатысып жатыр. Міне Демалыс саябағы 1961 жылы туылған Мақсұтбек Тоқмағамбетовтың құрдас достары мен қарулас жолдастарының, туған бауырларының қолдауымен Сұлутөбе ауыл әкімдігі және Мұстафа Шоқай ауыл еріктілерінің еңбектері арқылы жүзеге асты. Салтанатты жиынға Қызылорда облысы Ауғанстан және оқшау соғыстар ардагерлер одағының төрағасы Баймаханов Қайраттин, батырдың қарулас жолдасы Бәйімбетов Қазбек, сыныптас досы Асанов Серікбай сынды тағдырлас жүздес болған тұлғалар қатысты. Бауырларымызға осында үлкен құрмет көрсетіп жатқаныңыздардың бізге қашанда осында қуанышты. Мен жеке басым өзім сол Мақсұт болған жерде, қайтыс болған жерде бірнеше рет, 1-2 жыл бұрын 1-2 операцияда болды. Сол жердің табиғатын айтсақ, табиғаты біл, мынандай тау қойылды, тау елі, сонда бәрі тас, бірде бір шөп жоқ, Фарах деген жерде. Шаңның өзі тас. Байшамен келе жатқан кезде, ана шаңы көтеріліп жатқан кезде, сол анау шаңның өзі тас болғанда көзіңді кесіп атады. Сонда бәрі осы механиктер бәрін алып жүргендердің көзі соншама оқсызақ, көзі қызарып, қан ағып тұрады. Сондай бір өте қиын жер еді. Иә, қандай заман нәубет болмасын, бауырды бағалай біліп, достық құрмет қылған қазақ деген көк бөрінің ұрпағымыз. Анаң қалай емес, анамыз қалай деуші едік. Тек алшақта жүріп, тамық тайталастан кейін анаға апарар жолдың көбіне жабыла беретіні жүректі қынжылтады. Бүгінгі болып жатқан іс-шара ауылда Мақсұтбегімнің туып өскен жерінде баламна қайтыс болғанына 39 жыл болды. Менің армандап жүрген жүрегімнің бір түкпірінде орын алған қатты арман бүгін орындалған сияқты.
осы жерге қатысқан, осы жердегі әкімгершілік балдарға, әкімге, онан кейінгі балдарға жауапкершілік алып, ұялып, қызарып, осы бітпей қалдау деп жүгіріп жүрген балдарға көптен көп рахметімді айтайын. Алдымен рахметімді айтайын. Сосын Ауғанстанда 10 жыл соғыс болған кезде қаншама адам қыршынынан қиылды, қанша адам жылады. 10 жыл соғысты, жай соғыс деген жоқ, жабық соғыс деді, бізге айтпады, біз білмедік қандай нәрсе екенін. Енді өлімнің орны толмайды, ішке салған жараны ешкім жазамайды, бір Алланың ісі бәрі. Енді бүгінгі мынау іс-шараға бүкіл кластасы, фронтовиктері келіп, қызмет көрсетіп, ескерткішке гүл шоқтарын қойып, еске алу болып жатыр, қаншама адам келіп жатыр. Олардың бәріне алғысымды айтам. Енді мынау Шиелі ауданынан келіп басшылар телевидениеге түсіріп жатыр. Одан былай қарай соғыс болмасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын, басы аман, бауыры бүтін болсын. Ер азамат